Мынау үндемейтін келін емес екен. Қызық басталды. Үйге қош келдің, батыр келін. Рахмет ата, ережелеріңізді тыңдауға дайынмын. Бұл үйде таңғы ас сағат 7-де дайын болады. 7-ме неге сонша кеш тұрасыздар? Мен сағат 5-те тұрамын. Менің сөзім заң. Заң да кейде өзгереді ғой ата. Мынау үндемейтін келін емес екен. Қызық басталды. Біздің кезде келіндер үндемей істейтін. Сіздің кезде Wi-Fi да болмаған шығар. Маған жүгіріп жүріп қызмет жасайтын келін керек. Қорықпаңыз ата, мен жүгіруден чемпион болғанмын. Екеуіңіз де сабыр сақтаңыздар. Мен одан да сабырлымын. Әзіліңіз жақсы екен. Сенің тілің одан да өткір екен. Мінезі бар екен. Жаман келін емес. Көрейік алдағы уақытта қандай қызық болатынын. Ата, сізбен тіл табысу қиын емес екен. Маған сөз өтпейді, бірақ сен тырысып көр. Үйге үрі кірді ме десем, секіріп жүрген сен екенсің ғой. Мен айттым ғой сізге, сағат 5-те тұрам деп. Сағат 5-те адам ұйықтайды, келін. Сағат 5 табысты адамдардың уақыты. Мынауың намаз ба, әлде күрес пе? Бұл йога ата, стресс кетеді. Менің стрессім көбейіп барады ғой. Таң атпай не болып жатыр? Жер сілкінді ме? Жоқ, біздің келін жерді оятып жатыр. Денсаулық бірінші орында, мама. Ал шайды кім қояды? 5:30-да кардио, 6:00-де шай. Ертең мен де 5-те тұрам. Сен бе 5-те ме, түсіңде ме? Мен 5-5-те қайта жатам. Бірақ келін, жарайсың. Мынау тікұшақ па, әлде таңғы ас па? Бұл протеин, энергия береді. Мына протеиннен ішіндер, энергия береді. Шай ішіп ақ энергия алатын едік. Менің энергиям қашып кетті. Мен бүгін 3000 қадам жасап қойдым. Мен де ас үйге 3 рет барып келдім. Сенің қадамың тоңазытқышқа дейін ғана. Ол да спорт қой. Ата, сіз ерте тұрдыңыз ба? Чемпиондар ұйықтамайды. Сағат 3-тен бері ұйықтай алмай жүр. Өлі айтып тұрғанын қара. Сәлем, мені сағынған шығарсыздар? Жоқ, біз ескі заттарды қоймаға шығарып қойғанбыз. Қатты айтты ғой. Асқар қайда? Ол бұрын маған күнде хабарласатын. Қазір ол тек маңызды адамдарға хабарласады ғой. Дұрыс айтасың. Мен өзгермеппін ғой, сол әдемімін. Иә, байқұсай. Апдейт керек сияқты. Сен әлі жассың, бәрін түсіне бермейсің. Жас шығармын, бірақ бұрынғы деген сөздің мағынасын жақсы түсінемін. Міне, сөз. Қант қосайын ба? Кейбір адамдарға өмір ащы болып көрінеді ғой. 1 қасық емес, 2 қасық қос. Мен оны шын сүйгенмін. Сүйген адам бақыт тілейді. Үйге келіп тексеріс жасамайды. Өлі айтып тұрғанын қара. Мен таңдадым. Иә, жеңімпазды бәрі таңдайды. Сен өзіңе тым сенімдісің. Біздің үйге қонақ болсаң құрмет бар. Ал өткенді іздесең музейге бару керек. Билет алып берейік пе? Сен бүгін мықты болдың. Мен тек шаңды сүрттім. Енді есікті іштен жауып қояйық. Қыз жібектей болған соң алды. Ал өл ал. Сәлем, қалада бәрі басқаша ғой? Тыныштық тәрбиеге жақсы орта. Қазір басталады. Шай дайын ба? Қалада мені күттірмейді ғой. Қалада өзің жасап ішесің бе? Жоқ, доставка бар. Бізде доставка өз аяғын. Айтпақшы, біздің үйде бос жұмыс орны бар. Қандай жұмыс? Өз-өзіңе қызмет көрсету менеджері. Міндеттері төсек жинау, шай құю, табақ жуу. Жалақысы қанша? Таза ауа мен тегін тамақ. Мен істеп жатырмын ғой. Иә, бірақ еден сенімен бірге күліп тұр. Қалай тез бітеді? Қозғалып тұрсаң тез бітеді. Белім ауырып кетті. Белің емес, еріншектігің ауырып тұр. Сен неге жасың 20-да болып тұрып шидей арықсың? Қазіргі қыздарға мен сияқты арық кәріс сияқты жігіттер ұнайды. Өй, енді осылай кащи болып жүресің ба? Қалада жүрсем кез келген қыз сынады. Абайлашы, өзің сынып қалмашы. Жігіт деген кең денелі болмай ма? Ұнатқан қыз денеме қарамайды. Алыстан көрсе құмырсқа болып қаласың ғой. Ағам сізді қалай алған? Қыз жібектей болған соң алды. Ал өл ал. Неге? Әкеңнің баласы тұр орныңнан. Шаршадым, бүгін демалайыншы. Неден шаршадың? Ойланудан. Ойлансаң да жетістік қой. Шай дайын ба? Жоқ, бәріміз сен күтіп отырмыз. Неге? Әкеңнің баласы тұр орныңнан. Жеңге, бір сұрақ қойсам ренжімейсіз бе? Сұрағына қарай ренжимін. Егер ағам бір күні тоқал аламын десе не істейсіз? Ойбай. Әй, сен бүгін тыныш отырмайсың ба? Мына баланың тілі қышып отыр. Кешіріңіз ата. Егер ағам бір күні тоқал аламын десе не істейсіз? Өй, тұқымың көбейгір. Алдымен сенің ағаңнан сұраймын. Тоқал алып менің қолымды ұзатқың келіп жатыр ма деп? Егер иә десе не деп жауап бересіз? Онда ең алдымен сенің құлағыңды бұраймын. Неге менің? Осындай ойды сен бастап жүрмесең, ол қайдан шығар? Мынау өзі бүлік шығаратын кеңесші болып барады.
Ер жігіт бір үйдің берекесін сақтай алса, сол нағыз батыр. Көп әйел алғаннан емес. Жарайды, ойнап айттым ғой. Алдымен өзің біреуге жетіп ал. Балам, бізде кезінде осылай айтып біреуден кейін тоқтап қалғанбыз.